Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. 2024 жылғы педагогика бойынша кешенді тестілеуге арналған дайындық сұрақтары. Бірінші сұрақ. Бірінші жауап алу үшін және оқушының жауабын түзетуге көмектесу үшін қойылған сұрақ. Дұрыс жауабы түрткі болу. Екінші. Оқу нәтижелерінің 5 түрі анықталған. Оқушыға қатысты сыртқы фактор ретінде қарастырылатын оқу нәтижесі. Дұрыс жауабы білімнің сандық ұлғаюы. Үшінші. Мұғалімнің көзқарасы, қабылданған шешімінің және іс-әрекетінің негізі. Дұрыс жауабы ұстаным. Үшінші сұрақ. Чиксент-Михайдың өзіндік мақсат деп атайтын сызбасы бойынша оқушыда төмен машық болып, ал оған жоғары талап қойылғанда орын алатын нәтиже. Дұрыс жауабы алаңдау. Бесінші. Орта мерзімді жоспарлауда оқу мақсаттарын қалыптастыру шараларын білуге бағыттайтын негізгі сұрақтың бірі. Дұрыс жауабы оқушылар нені білуге тиіс. Алтыншы. Оқушыны бағалау үшін интерпретация үдерісін көрсетіңіз. Дұрыс жауабы оқушының жауабын критерийге сәйкестендіру. Жетінші сұрақ. Жаттап алынған білімді тексеруге арналған сұрақ. Дұрыс жауабы төмен дәрежелі. Сегізінші сұрақ. Оқушыға тапсырманы орындауға кеңес берілмегендіктен оқушының қабілеті жетіп тұрса да тапсырманы орындай алмауы. Флейвел бойынша. Дұрыс жауабы өнімділік тапшылығы. 9. Оқытуда қолданылатын әдіс-тәсілдерді жақсарту мүмкіндіктерін және осы мүмкіндіктерді іске асыру түрлерін анықтауға бағытталған бағалау түрі. Дұрыс жауабы оқу үшін бағалау. 10-шы сұрақ. Сабақты зерттеу тәсілінің қажеттілігі. Дұрыс жауабы оқу сапасын арттыру. 11. Топтық әңгімеге тән жағдайды көрсетіңіз. Дұрыс жауабы идеялар қайталанады және ұсынылады, бірақ үнемі мұқият бағалана бермейді. 12. Кохлберг бойынша моральдық пайымдаудың екінші деңгейі. Дұрыс жауабы дәстүрлі моральдық пайымдау. 13-ші сұрақ. Балалар өздерінің сенім, біліміне сүйеніп, пайымдау жасай алады деген түсінікке негізделген оқыту ортасы. Дұрыс жауабы оқушыға бағдарланған. 14. Өзгелерден қарағанда жоспарлауға көп уақыт жұмсауы мүмкін, бірақ жоспарды тез жүзеге асыра алатын оқушы сипатына сәйкес келетін өлшем. Дұрыс жауабы ойлау қабілетінің жылдамдығы. 15. Құрылымдалған ортадағы оқушылардың білім алу үдерісі ретінде тәжірибелі қоғамдастықтарға қатысуды зерттеген ғылыми бағыт. Дұрыс жауабы әлеуметтік жағдаятты. 16-шы сұрақ. Оқушылардың тақырып бойынша нені түсінбегенін анықтау үшін бақылау алып, қателерді түзетудегі бағалау мақсаты. Дұрыс жауабы оқудағы қиындықтарды анықтау. 17-ші сұрақ. Білімнің педагогикалық аспектісі. Дұрыс жауабы оқушыларға ғылымды оңтайлы түсіндіру тәсілі. 18. Фриманның дарынды, талантты балаларды тексеру парағы бойынша мәселені шешу өлшемінің сипаттамасы. Дұрыс жауабы ақпаратты толықтырып, қайшылықтарын анықтайды. 19-ші сұрақ. Өткен материалға оралу, ой салу, дұрысын қабылдау, толық жауап беруге итермелеу мақсатын көздейтін қарапайым сұрақ. Дұрыс жауабы
түрткі болу. 20 сұрақ. Дарынды және талантты оқушылардың жаңа идеяларға сынақ жүргізуге және қателесуге тәуекел етуге дайын деген сипаттамасының санаты. Дұрыс жауабы креативті ойлау. Осымен кезекті видео сабағымыз аяқталды. Алдағы тапсыратын тестте барлықтарыңызға тек қана сәттілік тілеймін.